Жүсіпбек Аймауытов, Ақ білек. Өскеменнің ар жағында, бұқтырманың оң жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың күнгейінен құбыла жаққа құлай аққан, құлай ағып ертіс түскен, күз күзеткен күршім бар. Алтай күршім не заманнан қалың найман мекені. Сол Алтай мен сол күршімнің қысы қыспақ, жазы самал. Күн жылт етсе 4 түлік мал қарағайлы қарт Алтайдың Алтай сынды анасының көкірегін аймаласып, тыраңдасып, мәйек басып, мамырласып жатқаны. Қарт Алтайдың қақпасында, алақанның аясында бал татыған айна солы, түрі де аспан, сыры да аспан, шарап сулы Марқакөлі. Марқакөлді алақалаған ақ ауылы Алтай елі. Алтай елі Алтай жазы тау еркесі киік болып, өзге елдерден биік болып, Марқакөлдің самалында сайран етіп жатқаны. Марқакөлдің суы балдай, Марқакөлдің суын ішіп, отын жеген сары қарын, тұтам емшек жануардың бауырынан сүт сорғалап, сүт емес ау, құт сорғалап, көнек-көнек ылқылдайды. Қара саба емізіктеп, қою, салқын, сары қымыз, бұжылдаған дәрі қымыз шара-шара шыпылдайды. Бір шарасын ішкен адам дәл қор қызын құшқандай боп, беті шиқан дуылдайды, аузы қобыз гуілдейді. Мас болады, жас болады, жел жетпеске мініп алып, Алтай тауын дүсірлетіп, таудың тасын күтірлетіп, көкпар, жарыс, алыс-жұлыс асыр салып жатқаны. Әлгі Алтайдың аруларын айтуға тіл жетпейді. Жүзі айтарлық айнадай боп, көзі құралайындай боп, күлкісі атқан таңындай боп, бойы құба талындай боп, бұл қысылқ етіп бұраңдасып, күбірлесіп, көлеңдесіп, езу тартса есің кетіп, сұңқыл қақса шым-шым етіп, бойың босап, ойың босап, қиялың қия кезеді. Сол Алтайдың бөктерінде жам жолменен жаңдамайлап, ала ат мінген жалғыз адам келе жатыр. Көтегейі күршім жақ, бет алысы қара екем шаты. Қара екем шаты жартас, дәл аясы шұңқыр көгал, бір ауызды, тар ауызды шұңғыл шатын. Мейірімді Алтай түсі қашып, түнде жортқан жорықшыға соққан ғой. Ажал түрткен мал болмаса, мал алдырған жан болмаса, тереңге кім барған? Ала ат мінген терең шаттың дәл аузына аттанғанда алақ-жұлақ қаранды да тоқтады. Тар ауызда тас тасалап, сұр шекпенді, бесатарлы біреу жатыр бас бағып. Әлгі шекпен ала аттыны көре сала, ақ орамал көтерді. Ала ат мінген оны көріп, ақ тымағын көтерді. Сөйтті дағы ала ат мінген қапсағай менен ат жетелеп, асып кетті әрі қарай. Марқакөлде майға бөккен мал мен ел тау ызғарлы жамбасынан өткен соң, етектіге қыстауына еңбектесіп түскен шақ. Мамырбайдың малайлары қора жамап, пешін қалап, үйін сылап болған еді. Мамырбайдың бәйбішесі маң-маң басып, малайларға киіз үйін қағып сілкіп, жинатқызып жүрген еді. Мамырбайдың ақ білегі, жас түлегі. Айы күні жалғыз қызы алтын сырға күміс шолпы сылдырлатып, ақ көйлегін көлеңдетіп, қызыл-жасыл көрпелерін қағып, үйге әкелген еді. Қасындағы қыздарына қабақ шытып, қаңқыл етіп, даусы сыңқыл-сыңқыл етіп, көзім тартып тұрған несі деп, бір бұраңдап қойған еді. Жай тартады да, қуанарсың, қай көзің? Қуанар ем, сол көзім, деді бітті. Кім мелеген ондайды? Алымсағын, шөбін жинап, партияның қамын да ойлап, мама екең де кешке жақын жолдасымен келіп түсті. Тау бетінен аңдағайлап, жатағына мал келді. Бала ушу, малай қиқу, мал маңырап, ит жаңқ-жұңқ. Ауыл түтін, өзен күріл, қызыл іңір. Малын жайлап, шай қайнап, елде орныға отырды. Күн батпай-ақ көз барында манаға айтқан терең шаттан іннен шыққан қасқырларша шұбап шықты 4 атты. Оның бірі манаға айтқан өзің көрген ала атты. Енді үшеуі қалпағы бар, мылтығы бар, қылышы бар, көк шекпенді, қоқаңдаған қоқиланған жат адам. Сол 4 атты шаттан шығып, ылдиға түсе өкшелерін қадады. Қадап еді, ат пысқырды, ауыздығын қарш-қарш шайнап есілді. Есілді де екпіндетіп, үңгірдегі бір ауылға келді саусылдап. Келе тарс-тұрс үріктірді, бөріктірді, елдің апшысын қуырды. Ах, сволыш!
тап атты. Мылтық қолда, қамшы жонда, ат таппасқа әлде не? Атты да алды, шідерді де алды, жүгенді де алды, кілем, көрпе, қоржын, шалбар бәрі кетті. Төре тақсыр, ой құдай-ай, аясайшы, бейуазек қой, деуге де келді тілдері. Шайды алдына жаңа қойып, бісмілданы келтіргені сол еді, Мамырбайдың бір майы жетіп келді ентігіп. Келіп қалды. Кім? Көкпен-көк. Ой, кім? Өңшең орыс, Мамырбайдың мұршасы. Жина, ұмтыл, қаш, тығыл деуге ғана келді. Дастархан мен шай қалды жайрап, жүйісіз шыны аяқ қалды күйріп. Мамырбай күрс-күрс, бір есікке, бірі төрге, жау-жалам, бәйбіше де қыз да жоқ. Сыртқа есікке жетер-жетпесте Мамырбайдың кеудесі үңірейген 3 мылтықтың аузына тірелді. Бай шалқалап мұрттай ұшты. Мылтық дүмі қылыштың қырымен айдап шығарылған ауылдың еркек біткенінің басын қорғап, борсаңдап Мамырбайдың иттігіне отағасыны бас қыла қамады да сыртынан қара құлып салынды. Аузында күбір-күбір сұпқан, аяғы жыбыр-жыбыр еңкеп қағып, қораны орағытып бәйбіше келе жатыр еді. Орыс алдынан тап болды. Қайдан келесің? Мына дей беріп еді. Мә саған мына деп өзінің оты жарқ етті. Жаулық кетті жапырылып, ауыз кетті опырылып. Тап деген соң тап қызды. Кімнің қызын жасаған? Сенікі қыз, сенікі. Қызым жоқ ойбай, қыз бар. Табасың. Орыс қадалып, білеуітін зулатты. Бәйбіше бадалып, қызым жоқ деп ажылдап, өтірікті саулатты. Өзім табам, деп орыс жүгіріп ала жөнелді. 3 орыс қолдарына шырағдан алып, қораны, үйді, тезекті, шұқырды, жүкті, пішенді, бірін қоймай найзалармен піскілеп, тінтіп жүр. Зым-зия, ақбілек жоқ. Орыстар келіп қалды дегенде, бәйбіше теріскейдегі кішкене есіктен ептеп шығып, жер бауырлап, бөкеңдеп, ақбілегін жетелеп, бір апанға апарып, тырп етпей жат деп кеткен еді. Қыс табылмай, сандалып, долданып қайтқан 3 орыс бәйбішенің терезе алдына етпетімен басып 25 қамшы соқты. Үні шықса, ақбілегінің жаны қабат шығады ғой, құшырлана тістеніп, ышқына ыңқылдағаннан басқа дыбыс бермеді. Желге, күнге тегізбей, аялап өсірген жалғызын кәпірге қорлыққа қиғаннан өлгені артық емес пе? Түнерген түнде абайсыз ауыл абалаған ит даусына айналды. Ауылдан бажылдаған, балдырлаған жат үн шықты. Бір тайпа ауыл 3 мылтықтың албастысы басып тұншықты. Үрейлі ауылды торып, 2 ат жетелеп, ойқастап, құлағын түріп, түсі жаман, ойы қараңғы бір адам жүр. Ауылдан бажыл шыққанда әлгі адам бір тұрып, бір жүріп, ауылға таман ұмтылды. Ұмтылып еді, астындағы жануар көре етіп, лоқып қалды. Аяғын үзеңгіден етпен сырғытып, сыбдырын ұрлап, жұмсақ шөпті шапыра басып, жерге түсті. Атын артқы қасына қайқита қаңтарып, қыл шылбыр мен тұқырта тас қылып ұстап, 3 атты матастырды да қотанға кіретін епті қасқырша бүкеңдеп адымдады. Қарауытқан қара жамылған ауылдың иті ұлып тұр. 5-6 адым аттады да, жоқ па, әлде шөптің сыбдырындай судыр еткен бір дыбысты құлағы шалып қалды. Енді бір басып еді, аяқ асты қарауытқан шұқыр болды. Шұқыр түбінде бірдеңе ағараңдаған тәрізді, қимыл етті. Ағатай-ай, деді біреу ышқына сыбырлап. Ақбілекпісің, деді әлгі адам біліп қойғандай. Мен едім, құтқар ағатай, деп апанның ернеуіне таман өрмелеп еді. Құтқарам, бұқ, жата тұр, деді. Қазақ қалпалаңдап жоқ болды. 2 қолы алдына созылу ақбілеп қалшиып қалды. Әлгі адам жүгіріп барып тоқтағандай, ат ышқынғандай, үзеңгіге аяқ салғандай, тебінгі тырс еткендей болды. Атына мініп келейін деген екен ғой, енді ажадан құтылдым ғой, жасаған-ай, тәубе дей беріп еді, дүбірлеген аттың тықыры жақындамай, теріс айналып кеткендей болды. Қолы әлі де жәрдем тілеуден жарылқаушы періште келетіндей дәмелене күтсе де тықыр алыстап, дүбірлетіп шауып кетті. Қолдары сылқ ете түсті. Аяғы тайғанап кетті. Сырғанап, түпсіз зынданға түсіп бара жатқандай көрінді. Ауыл жақтағы иттердің манағы шабаланғаны жоқ. Анда-санда сақ қаншықтың безілдеген, жас күшіктің шәуілдеген әлсіз даусын төбеттердің күңіренген ұзын сарыны басып тұрғандай. Сөйтіп тұрғанда бірдеме ысқырғандай болды. Ауылдан иттерді шабаландырған аттың дүрсілі тауға қарай кетті. Ит дауысы алыстап барып, қайта жақындап абалады. Ажал да абалады.
дүрсіл ауылға қайтып келді. Күбір-күбір адам даусы естілген тәрізденді. Ақбілектің жүрегі зырқ ете түсті. Зырқ етпей қайтсын, тықыр шықты. Жүрегінің дүрсілі болғай еді деп қолын кеудесіне басып еді. Тас емес-ау, темір емес, ажал шықыр еткендей құйқа тамыры шымыр етті. Апан көр сияқтанды. Өйткені ажалдай түсі суық саудыраған 3 адам келіп қалды. Бала қамаған лаққа ұсап, апанды айнала жүгіріп, өкпесін соққан торғайдай торға ілінді. Сонда да есінен танбады. Апатай-ай деген жан даусы таудың басына барып шақ еткендей болды. Мейірімсіз темір қолдар алып ұрып аузын басып жатса да, қолды кейін сермеп, басын жұлқып, үзіліп, үзеуреген ащы айғай апатайының құлағына сап етті. Жонына шойын тағалағандай апасы сіресіп қалса да елемей, шыңғырған дауысқа қарай үкідей ұшып келеді. Қызын бүркітше бүріп, іліп жатқан 2 орысты анасы екпінімен келіп итеріп тастап, балапанын басқан ана құстай баласын бас салды. Олай сүйреп, бұлай жұлқып, қызды анасының құшағынан ала алмаған соң, орыстар мылтық түбін жұмсады. Жанына мылтық батқанда анасы қызын тастай беріп алса кетті. Апыр-шұпыр 2 орыстың 2 алып ұрып, бірінің үстіне бірін білектеп жатқанда 3-ші орыс тайқып шегіне берді. Босанысымен қашуға оңтайлаған Ақбілек апаның ернеуіне жете түсіп, анасының қалып бара жатқанын көріп, қайта апанға түскенде анасы қызына қарсы ұмтылды. Сол кезде бос қалған орыс анасының жауырын ортадан басып салды. Алла деп ана құлады. 3 орыс қызды көтеріп, ойбайлатып алды да жөнелді. Апатайлаған айғайы жерді көкті жұлып, Ақбілек зарлап, аттардың дүрсілі тауды дүрсілдетіп, абалап иттер қуып бара жатқанда, қайдашы қайдалап, төтеден бір топ кісі қуып ала жөнелді. Аттаншы, аттан! Жерде айғай, көкте айғай. Тау күңгірлеп, тас шықырлайды. Қуғыншылардың қарасын көріп, қыз өңгіргенді қоя беріп, 2 орыс аттарын тежей, мылтықтарын кезей бастады. 2 атты есік пен төрдей жерге келіп қалды. Тау сатыр-сұтыр етті. Қуғыншының біреуі қиялай шауып, атының жалын құша жығылуы ақ мұң екен, арттағылар азан-қазан ұйқы-тұйқы түсе қалды. Манаға ала атты кім? Қыз алып қашқан орыстар кім? Бұларды қуам деп оққа ұшқан кім? Сөз, оққа ұшқан жігіттікі. Қара торы, орта бойлы, қошқар тұмсық, түлкі мұрт, шүңірек көз жігітпін. Жасым 20-ның жетеуіне шығып тұр. Атым Бекболат. Басымда бақыт мен тыстаған қара елтірі, жекей тымақ, үстімде орысшалау пенжек, шал бар. Сұр шапан сарсафиянға қара ала шапқан, күміс белбеу, аяғымда көнелеу, қисық табаным бар. Белбеуімдегі жарғақ далбағайым, шашақты сары қынды мүйіз сапты, өткір кездігім, алдыңғы қапталдағы дабыл байлайтын ұзын қайыс шеттігім, менің өнерсіз жігіт еместігіме айғақ болар. Бұрын бір байдың осы күнгі орта шарқы үйдің ортаншы баласымын. Бұрын қой 500-ге, жылқы 200-ге, сиыр 60-қа, түйе 20-ға жеткен еді. Осы күні сол малдың 4-тен бірі де жоқ. Әкеміз неше жылда 50 басы ауылнай, би болған. Бір ауылнай елдің басты адамының бірі. Ағам отау болып, енші алып кетті. Інім Семейде оқуда. Шешеміз жылқы жылы құрт аурудан қайтыс болған соң, әкеміз бір кедейлеу адамның ақ құбаша, бауырсақ мұрын жаңа өспірім қызын беріп қойған жерінен 15 қараға бата бұзып алып еді. Тоқал бұл күнде әкейінің мойнына мініп алды. Жылдағы зекет пітір садақасын беріп, бізді оқытуға әкеміз таңқы мұрт, жылдыр қара қожаны ұстап, 8 жылдай жаз үйі артындағы қоста, қыс қонақ үйде теңселіп, қалғып, шұлғып сабақ оқыдық. Тіл алмай, асқа, атқа өкпелеп, кісі боқтап, шалдуар боп, қожадан таяқты талай жесем де, аяғында хат таныдым. Көршінің қатыны мен қожаның өсегі білінген соң, әкеміз шығарып жіберіп, содан кейін көзіміз ашылды. Оннан асқан соң аққыдырған, қолы бос жігіттердің боқ аузын, былапыт әңгімесін тыңдап, 15-ке келген соң, қыз келіншек бар үйдің іргесін тырнап, жібін қиып, есін қиратып, түн баласын дамыл көрмедік. Жолдастарға еріп ойын сауық қуып жүріп, қылжақты, өлеңді, домбыраны үйрендім. Еті тірі жақсы жігіттерге еліктеп, насыбай, мылтық атуды, ит жүгіртіп, құс салуды үйрендім. Тұзды ет беріп, сауға жығып, қашырып алып, талай құстан айырылсам да, аяғында құстың да тілін білдім.
Я шіркін, астында жарау бедеу, қолында қыран тұйғын, үстінде сымдай киім, өзек өлкені сыпылдата кезіп, жарқ-жұрқ еткізіп, қаз үйректі сыпыртып, кешке таман сұлу қызды ауылдың сыртына қонам деп шіреніп келіп тұрар ма ек. Жалғанның қызығы да сол. Әкем өз маңындағы елдің ұрлығын қымтап, зорлығына болысып, дауын даулап, жесірін жоқтап, шығынын реттеп, бірді-бірге соғып жатады. Атқа мініп кетеді. Үйде болса келген кісілермен оңашаланып, сыбырласып жатқаны. Сөйтпесе ел билей алмайды-ау деп ойлаймын. Бірақ оған артық араласпаймын. Ағам мен екеуі тұрғанда маған сөз не керек? Өз ермегім өзімде. Бірақ олар мені әуейі боп кеттің деп кейде жаратпайды, кейде мен құс алдырып, аң атып келгенде мақтанып та қояды. Өйткені мен ағайын дауына, ру намысына қызып айда жүрген жерім жоқ. Төбелес болса жасаққа шығамын, қыз қашқын, қатын кеткен топтарын қалмаймын. Әкем айттырған жаман баланың шотпақ қара қызын менсінбей, Мамырбайдың ақ білегін елден таңдап айттырып едім. Мал жанды соққан екен, малымды түгел алмай, есік көрсетпеймін деп көнбей қойды. Бой жеткен қалыңдығым тұрғанда қарап жатайын ба, жасырып барам деп кісі жіберіп алып, өзі біледі деген соң бүгін жолыққалы келе жатыр едім. Дулыға тастың бөктерінен жолымызды кесе қашқан ор қоянды өткізбейміз деп бір талай ат қинап, алданып қалғанымыз. Әйтпесе мана келетін кісі ғой. Ауылға таяна бергенде шулаған иттің даусын естіп тұра қалып едік. Бір мезетте апатайлаған ақбілектің, одан мылтықтың даусын, аттың дүбірін естіген соң дәтім шыдамай, не де болса қолында өлейін деп қуып бердім. Қараңдаған екі аттыға жана жете бергенде оң иығымнан оқ сап ете түскенде көзім қарауытып басым айналып кетті. Не болғанымды білмедім. Әй, жолдас, шіркін сондай жерде керек қой. Аттарын тежеп, қорқып шаппады ғой. Әйтпесе түсіріп алатын кісі едік. Есіл жарым екі көзің жаудырап, орысқа қор боп кеттің-ау. Жұртым-ау, менде не жазық бар? Ақбілекті жіберіп қойғандарың ба? Офицер, мал-мүлкімді талады, кісімді өлтірді, қызымды алып кетті деп бізді бұзық адам көріп, қазақтар жазғырады. Дүниеде не боп жатқанынан хабарсыз. Аулынан адым жер шығып көрмеген. Аң сықылды жайылған қазақ біздің неғып мұндай күйге түскенімізді қайдан білсін? Ата-анадан, туысқаннан, туған жерден кім безейін деп ойлайды? Еркін, қызық өмірді, жан тыныштықты кім жақсы көрмейді? Сұлу әйелдің от құшағын, тәтті лебізін кім аңсамайды? Адам тілегенін істеуге ерікті болса, тұрмыс осындай болар ма еді? Біреу ырысты, біреу сорлы болар ма еді? Адамда ерік жоқ. Адам лажсыз елінің тілегіне бағынады. Дүниеде тағдыр бар, лажсыз өмірге көну бар. Тағдыр деген соң сондай бостандық, еркіндік деген жоқ. Тағдыр айдамаса осынау Қытай шегіндегі Алтай тауына, қазақ арасына біз келер ме едік? Мен Тамбов губерниясындағы бай алпауыттың кіші баласы едім. Бабамыз Александр патшасының әскеріне қолбасы болып, түрік соғысында мақтау алған кісі екен. Әкеміз соғыс уәзірінде үлкен төре болып, мосқал тартқанда, Тамбовтағы ата қонысына келіп, егін салдырып шаруа құнды. Мол жер, бау-бақша, салтанатты сарай, қос-қос арғымақ, солқылдақ арба, жүйрік ат, жүйрік тазы дегендер бізде болушы еді. Бір ағам университет бітіріп, адвокат болып, одан соңғы екеуміз әскер академиясын бітіріп, офицер болып едік. Ағайынды төртеуміздің ішінде ажарсызы мен болсам да, ерлігіммен Герман соғысында қол бастап, бір рет шен алдым. Патшамыз соғыс ашқанда ел жұрт отанымызды қорғауға біз соғысқа бардық. Отанды біз қорғамасақ, орыс күшті жұрт болмаса, осы надан қазақ күн көре алар ма еді? Орыс сияқты жері мол, қолтығы кең жұрттың қол астына қарағанына қазақ тәубе қылу керек қой. Анығында қазақ мемлекетке не пайда келтіріп отыр? Түндік басы жылына 4 сом алып, төлегені болмаса әскерге ылау, азық бергені болмаса бұларда не шығын бар? Тек қымызын ішіп, қарнын сипап, қатынына қарап, борбайын тырқ-тырқ қасығанын біледі. Патша қазақты қара жұмысқа алам дегенде қандай қорқып абыржып қиратылып қалды. Қазақ солдаттан өлгенше қорқады. Баяғыда қазақ орысқа қарағанда қатын патша қазақтан солдат алмаймын деп қолхат беріптіміз деп талшық қылады. Тегінде қазақтың солдат болуына қорыққаны бізге терісте емес. Кім біледі, қолына қару берсе, орыс жұртына жау болып кетпесіне кімнің көзі жетеді. Онда ұлы Ресей кимейді, жері де, елі де азаяды. Қазақтың малы
өлі бұйымы басқа елдің пайдасына кетіп қалуы мүмкін. Әйтеуір қазақ өз алдына ел болып жатқан жоқ. Ендеше орысқа бағынуы керек. Орыстан жақын, арқа күзеу қыларлық қазаққа күшті жұрт жоқ. Қазақ орысқа жерімді алдың деп өкпелейтін шығар. Жер қазаныкі ғой. Орыс өсіп жерге сыймай жатса, бос тұрған жерді алмай қайтеді. Қазақта жер көп. Баяғыдай көшіп қонып, кең даланы шарлап жүре берем деп ойлайды. Жер жүзінде жалғыз қазақ емес, өзге жұрт та бар ғой. Оларға да тіршілік керек. Ендеше артық жеріңді алғанға өкпелеме. Сен де егін сал, қала бол. Сонда бәрімізге де жер жетеді. Мұны қазақ ұқпайды-ау. Қазақ зәбірің тиді деп бізді айыптайды. Зәуеде қазақ әскер болып, қазақ әскері орыс елінің ішінде жатса, маңайына зәбірі тимес пе еді? Малын алмас, дүниесін таламас, қызын қатынын жетім қылмас пе еді? Кешегі Жетісу майданда мұжық қалаларын алғанда қазақ әскері қандай қылды? Бейуаз мұжықты қылыштың жүзінен өткізбеді ме? Мүлкін талап, әйелін рәсуа қылмады ма? Баяғыда орысты 300 жылдай татар билеп тұрғанда қазақта соның ішінде қандай қорлық көрсетпеп еді? Ордаға барған елшілерімізді тақтайға шаншып, үстінен билетіп өлтіріп еді. Қазекем, сеніңді жайың белгілі. Қолдарыңа түссе, шамаларың келсе, сендер де бізді аямайсыңдар. Бірақ шамаларың келмейді. Әйтсе де біз қазақтан кек алғалы жүргеніміз жоқ. Қазақ жеріне келейік деп келгеніміз жоқ. Ресейде төңкеріс болып, патшаны түсірген соң өзара екі жарылып, ел билегенге таласқан соң, үкіметті қара жұмысшы мен қара солдатты жоқтаған большевиктер алып кеткен соң, біздер орыстың шын ұлдары құл-құтанға бағынбаймыз деп соғысып, жеңіліп, қашып келіп отырмыз. Алдымыз қашып, Қытай жеріне өтіп кетті. Біз одан қашқан, бұдан қашқан 70 шақты офицер, флоттар Алтайдың бір тығырығына бекініп, қызылдардан жау сауғалап жатырмыз. Олардың ойы оқ-дәрімізді, азығымызды түгесіп, қыстың суығына қатырып, ашықтырып алмақ. Әйтпесе де бір ауыздан жалғыздап келіп бізді ала алмайды. Тауда жатып біз қара бөлейік пе? Қара таласқан соң маңайдағы қазаққа шабуылдап, азыққа мал, баспанаға киіз, төсеніш, ыдыс сайман алып тіршілік қып жатырмыз. Елсіз тауда ерігіп жатқан өңшің еркек іші пысқан соң, ермек қызық керек қылмай тұра ма? Қашанғы өзді өзіміз боқтасып, керісіп төбелесе береміз. Біздің де қанымызда от бар. Бізде де тілек, нәпсі құмарлық бар. Бізде жаспыз. Әйел құшуды бізде аңсаймыз. Әйелсіз күн көре алмайтын, махаббаттың қадірін білетін, сезімі жетілген біз өнерлі, білімді шаруаның ұлдарымыз. Әйел кімде бар? Қазақта адам баласы. Қазақтың қара көздерінің сиқырлы күші Европа әйелінен кем емес. Әнтек тәрбиеленіп, қылымсуды, еркекке жағынуды үйренбегені болмаса. Қазақ надан болған соң орыстан жатырқайды, жиренеді. Қазақ қызы орыс жігітін сүймейді. Бізге өз сүйгенімізді жетеді. Бізге әйел керек. Әйелдің сүйгенін тілейтін біздің өз еліміз бар ма? Қазақ надандығынан жатырқайды, оқыған ел жатырқамас еді. Қазақтың оқыған азаматы орыс қызын сүймей, орыстан қатын алмай жүрме? Қысылғанда, сасқанда, қарсылық қылған жерде болмаса, дегенмен қазақты өлтіргеніміз жоқ. Адамның тыпырлап өлгені бізге тауықтың өлгенмен бір есеп. Көңілімізге солай орнағаннан ба, өлімді көп көріп, етіміз өліп кеткен бе, кім білсін. Шынында өмір деген өлім деген немене? Адам өлмек үшін туған. Бүгін өлдік те, ертең өлдік не? Өмір қабақтың қаққаны. Ендеше аз күн тіршілікте өмірден қандай қызық, қандай ләззат болсын алып қалу керек. Өлген соң түк те жоқ. Алдымызда қылышын сүйреткен қызыл шұнақ қыз, айналамызда қала қызыл жау. Келешегіміз аяз, аштық, соғыс, ажал. Бірінен болмаса бірінен өлуіміз хақ. Бүгін болмаса ертең өлуге кезің жетіп отырса, елден, жұрттан, туған туысқандардан күдерді үссек, бізді жан екен деп аяйтын адам баласы болмаса, біз қара таласпағанда, біз бой жасамағанда, біз кісі өлтіріп қыз алып қашпағанда, кім бұларды қылмақ? Біз әзір тіріміз. Тіршілік деген арпалысып күнелту деген сөз. Ендеше біз тіршілік қып жүрміз. Бізді қазақ айыптаса, білмегеннен айыптайды. Мұқаш. Мен таңқы мұрын, бадырақ көз, шұнақ құлақтау, жарбақтау, кірпіш шаш, қырыс маңдай қара сұр жігітпін. Жасым 35-те.
Әкем тойбазар, өзім мұқаш болғалы, аузым асқа, ауым атқа жарыған емес. Ес біле есікте жүрдім. Дегенде құны жоқ, былық, сараң, жаман Төлеубай дегеннің қозысын бақтым. Ел жайлауда, көк шалғында қымызға қызып, гуілдеп мас боп жатқанда, мен босағада отырып, жырақ, сары, тостаған мен саумал ішіп, дамбалым борша-борша, шекпенім өрім-өрім болып, жалбаңдап, үйіз деген қозыны ауылдан шығара алмай, дедектеп киіп, жыламсырап жүргенім. Балалар алты бақан теуіп, ақсүйек ойнап шуылдасып, асыр салып, қой күзетіп, өлең айтып, думан қып жатқанда таңертең оянбайсың, жат деген байдың зекуін естіген соң, қара інгеннен қолаңса сасыған жабуын оранып, үй жанында бүк түсіп жатқаным. Әсіресе шырт ұйқыда жатқанда тұр қозы ағыт деп байдың бүйірден теуіп оятқаны жаныңа батады-ау. Амал жоқ, бүрсеңдеп жүріп қозы ағытып, бір тостаған іркіт ішіп, көзіңді уқалап жөнелесің. Күн қызғанша жүгіріп, қашқан қозыны арпалысып, айғайлап, тас жіберіп жүргенің. 15-ке келгенше Шаманбайдың қойын бақтым, о бір құдайдың атқаны. Өліп бара жатырмын десең, қойға бір тайын мінгізбейді. Ат отынан қалады дейді, алып қалмайды. Қой өрерде жылқышы келе қоймайды. Жатарда байлап қояйын десең, қоңыр өгіз шені сиыр мүйіздеп мұрнын жылады. Таңертең сиыр өрмей тұрып, ол сасықты қамалып ұстау тағы бір қырсық. Bir түні балалардың ойнағаны бүйірім қызып, дөңбекшіп, ұйқым келмей, не де болса құдайдың салғанын көрермін деп тұра сала ойынға мен де бардым. Қарақұлақ ойнағанда мен ит, Балабек қасқыр болып, Рахымжанның Айша дейтін қызын өзек жаққа апарып тастады. Мен шабаланып қуып барсам, қызды іздеген үлкен Қарақұлақ өзекте бұғып жатыр екен. Дүние-ай, менде бір Қарақұлақ болар ма едім деп зығырланып, ертеңінде түсте қойды бұлақ басына жусатып, өгізімді тұсап қойып, жарлауытқа арқамды сүйеп отырсам, көзім ілініп кетіпті. Бір мезетте бетімді күйдіріп жібергендей бірдеме басынан орай шым ете түсті. Шошып кеттім. Жынды кісіше шыбын-шіркей боп лағып барам. Артыма қарасам, көк айғырын апыраңдатып, қамшысын білеп, Шаманбай қуып келеді екен. Қалай бұлтартсам да қоймады. Қашағанға төселіп қалған арам қатқыр қойсын ба, аттың бауырына алып жүріп, ал борсылдат, ал сой. Бақсам, ұйықтап қалғаным болмаса, қой қасқырдан аман екен. Өшімді қалай алам деп аузымды басып жүредім. Ақыметтің қойшысы да байына зал екен. Екеуміз бірігіп, Шаманбайдан 2 есек, Ақыметтен 1 марқа, 1 тұсақты сойып, бұлаққа тығып қойып, 1 айдай азық қылдық. Суға салсаң итте дәм болмайды екен, бірақ ұрлығымыз шығып қалды. Оны айтып жүрген өзіміздің қойшылар. Естай деген бір жарамсақ тас қойшы бар еді, байына жағынам деп сол иттің бүлдіргені. Шаманбай 2 қой, 2 киім ақымды шығарда бермей қалды. Қалай Бадығұлдың жылқысын бақтым, солай көзім ашыла бастады. Қашағанды жалғыз ұстаймын, асауды жалғыз үйретемін, күзетке жалғыз барамын, боранда жылқы бағамын, аязбен, асаумен, қараңғы ұзақ түнмен, ұрымен, қасқырмен, қауіп қатермен алыспай адам болмайды екен. Желден жаралған желге мінеді, адамға желік бітеді екен. Жылқы бақтым, күлкі бақтым, алыс жақын, қатер ойыншық болды. Жылқы бақтым, кісі болдым. Енді мен әйелді де менсінетін болдым. Енді менің атым да, киімім де түзелді. Кейде жақтың келіншектеріне ет, май беріп, көңіл қостым. Кейде қасқыр жеді қылып, жабағы тайлық соғым да беріп жүрдім. Жылқы бағып жүріп, қалың беріп, қатын алдым. Бұралқы жылқы қағыстырып, ең таңбасын бұзып, пайда парықшылық қылудың тәсілінде білдім. Қатын алғанда ораза ашарымда болды. Жылқы жұттан кейін енді есікте жүргім келмеді. Не де болса алыс жерде де бір көрейін деп пароходқа жұмыс қылуға жалындандым. Ертіс ағып Өскемен, Зайсан, Семей сияқты қалаларды көрдім. Азын аулақ орыстың тілінде үйрендім. Орыспен араласып, орыс тілін үйренген соң кеудеме нан піскендей өзіме өзім әлдеқандай көріндім. Өзім бір тұрған заңмын. Орыспен де, қазақпен де сөйлесе кетем. Елде жүрсем де, қалаға барсам да өлмейтін тәріздімін. Адам болған соң, ел билегендердің менен түк артық жері жоқ. Олар білген өтірік, өсек, ұрлық, қарлық, қулық сұмдықты мен де білемін. Олар сөйлеген сөзді мен де сөйлей аламын. Қайта мен, какой черт, как же, нежели, не имеешь права деп орысшаны араластыра соғып жіберуге әмірім келді. Алса кетсе, төбелесе кетсе де бір кісіден таяқ жемеймін. Пароходта жүргенде ершік пен 10 пұтқа шейін көтеріп жүрдік.
Араздаса кетсе, кісінің бір малын жетелеп кетуге жараймын. Енді менің ел адамдарынан қорғаланатын нем бар? Мен неден тайсалам? Жалғыз кемдігім қағаз танымайтыным ғой. Менделер толып жатыр ғой. Әттең дүние қолыма хат білсе, күршім өзенін теріс ағызар ма едім, әлде қайтер едім. Елге келген соң атқа мініп, партияның сөзіне араласып, жаңа бір қызметке ниет қып жүргенімді соғыс болды да, оның артына төңкеріс килікті. Ақтар қашып, қызылдар келіп, қала-қалаға орнады. Балшабай деген бар, кедейдің пайдасын сөйлейді. Балшабайға жазылған кісіні ауылнай қылады, болыс қояды, қолына мылтық береді. Понимаешь, мылтық береді, байдың малын, артық қатынын, жерін кедейге тартып әпереді деген лақаптар шыққан соң, жатсам ұйқым, тұрсам күлкім келмейді. Мен де бір Балшабайға жазылып, мылтық алсам да деп ойлап жүредім. Ойға алған істемеген жігіт пе? Біреу қазақ жақсы деді, біреу орыс жақсы деді. Чорт тыбрый деп шоқындым да кеттім деп бір шоқыншық айтқан екен. Сол айтқандайын не де болса тәуекел, мұны да бір байқайық. Кім біледі, мен де бірдемеге жарап кетермін деп бардым да, жайешкеге жазылып, бесатарды мойынға салып шыға келдім. Елге келе, лау мініп, қой сойғызып, жүрегін шайып, алуға кейде басынан асыра мылтық атып, қызметке кірісе бастадым. Қазынаның мүлкін, ақтардың қалған қару-жарақ іздеп, қырындаған кісілерімнің үйін тінтіп, қорқытып, көр жер алып, пайда пақыршылық істей бастадым. Ел мені шоқынып кетті деп кірпідей жиырылды. Әуелі өз ағайындарым да маған осқырып, үрейленіп қарайтын болды. Менен жұрт сескенейін деді. Мен келгенде қызыл көзді пәле келе жатқандай атын дүниесін тыққыштап, өп-өтірік жалпақтауға шығарды. Елі құрғырдың аузын бассаң, арты сөйлеп тұрады ғой. Әсіресе осы бір мұғалімі бар болғырлар пәле болды. Мені елден пара алды, дүние тартып әкетті, пәлен түген қылды деп қаладағы оқыған азаматтарға дәттеп қойыпты. Сайлау кезінде болыс болайын деп тұрған кезімде менің үстімнен жазылған қағаздарды жинап, Мамырбайдың баласы кеңсеге тапсырыпты. Мені бұзақы адам деп, сөйтіп болыстыққа сайламай қойғаны. Әй атаңның аузын Мамырбайдың ұлы, әй тірі болсам бір қылармын деп кете бардым. Мылтықтан айырылдым. Елге келген соң ауыл-ауылда мал, киіз, төсек орын, ыдыс сайман алып, жүрген ақтардың адамына жолығып, іш пікірім ішімде соларға кісі болдым. Олар маған жақсы қыз тауып бер деді. Ойыма Мамырбайдың ақ білегі сап ете түсті. Ағасының қылғанын алдына келтіретін маған да күн туды. Өмірі байдың күштігін, қорлық зорлығын көріп келдім. Әлі де солардан көріп отырмын. Енді оларды мен несіне аяйын? Арманыма жетсем, жеттім, жетпесем, жаман адам атанып кеткенімді-ағы. Алыс-жұлыс, ауыр күйік, аттың соққысы мен ақбілектің сілесі қатып, аттан түсіргенде өлген адамша сылқ ете түсті. Ақбілек есі кіріп, көзін ашса, алты сықырықтың басын бүріп, киіз жапқан кішкене қоста өңшең серейген, бір қыраған, жат киімді, жат түрлі орыстардың ішінде жатыр. Оң қолын Ақбілектің үстіне артып, қақ-қақасына бетінен түгі шыққан, шашы дудыраған, істік мұрын жирен орыс жатыр. Оның бейнеусіз аңқиған жарық ерні, дүрдек аузынан шыққан демі Ақбілектің бетіне тамұқ лебінде тиіп, денесін тітіркендірді. Өңі түсі екенін біле алмай, көзі алас-алас ұрып, қостың ішін сипай сүзіп шықты да, түндегі оқиға есіне түсті. Саңқал киізден сығалап аңғал шуақ Ақбілектің бетіне түсіп, жайраңдаса да, телеге аққан жасын құрғатуға септігі болған жоқ. Жанын жанышқан қараңғылық жарық дүниені аңсатты. Әйтсе де, жарық сәуледен көзін бір жола жұмбады. Құтылмасына көз жеткен соң, тым болмаса, мынау саусылдаған сары қолдың ішінен сытылып, даланы бір көргісі келді. Ақбілек үстіне жатқан ашалы, ауыр қолда ақырын сырғытып қойды да, сыбдырсыз басын көтеріп, жер қорқақ болған ботадай аяғын аңдап басып, сығалап қарап, жапсарды ашып тысқа шықты. Мұның шыққаны алдарына ер-тоқым үйіп, мылтықтарды мосылып қойған, қатар тігілген, кішілі бүтінді жыртығы аралас, жеті қостың бірден соңғысы екен. Төрт құбыладан бірдей үстіне төніп тұрған ақар-шақар тауларға да, тауға біткен үйірім-үйірім сабалақ жүнді орманға да, тау басында қалықтап жүрген бүркітке де, тауға тырмыса жайылып жатқан құмырсқадай жылқыға да, қостан
Аулағырақ өзек құлай шыққан шоқ-шоқ бұтаға да Ақбілектің көзі тоқтап тұра алмай, сырғанап келіп, жер ошақ басындағы қазақтың қара құманына, қара астауға, шырық шөмішіне тоқтады. Орыстың қолына түскен әлдеқандай сорлының астауы шөміші екен. Сорлы шөміш, мен де сенің сыңарың ғой дегендей мұңдасқандай көзінде тағы жас алды. Талдың тасасына түсейін деп шеткі қостың артынан жаңа аса беріп еді, қос таласына мылтығына сүйеніп, қақиып тұрған бір орыс жалт қарады. «Стой!» деп ақырып қалды. Дауыс жер астынан шыққандай селк етіп, зәресі зәндемге жетті. Жығылып барып оңалды. Сөйткенше болмады, артынан бір орыс жүгіріп келіп, құшақтай көтеріп, қосқа ала жөнелді. Ақбілектің көзі шарасынан шықты. Құшақтаған орыс аймалап, қосқа алып кіргенде тағы екі орыс бастарын көтеріп, керіліп, созылып, көздерін уқалап, Ақбілекке қарап, күле сөйлеп, шылымдарын орай бастады. Алып келген манағы қолын артып жатқан жирен орыс екен. Ақбілекті аш белінен жібермей қысып, бетіне аузын ала ұмтылып еді, Ақбілек теріс қарап, бұлқынып сүйгізбеді. Өзге орыстар жирен орысты мазақтағандай қарқ-қарқ күлді. Олар күліп жаңылдап отырғанда төрде жатқан ұзын бойлы ақ құба қара мұрт орыс оянып қырынан жатып Ақбілекке көз салды. Ол өзгелердей сөйлескен де жоқ, күлген де жоқ, құба шыңға құлаш ұрған жез қанат бидайықтай талмау көзін талықсыта терең қиялға шомылды. Көп күліп жатқанда біреу сазарып отырса, оның жаны жұмбақ қой. Көп мұңайып отырғанда біреу күліп отырса, оның ажары да көңілі де бұрмақ қой. Жұмбақ нәрсе адамды құштар қылмақ қой. Қарқылдасқан, қайғысыз, қамсыз көп орыс ортасындағы қара мұрттың елібі де Ақбілектің жұмбақ боп көрінді. Әлде өзіне бастас қылғысы келді ме, немесе одан бір жылы сөз күтті ме, болмаса әйелге біткен жеңсік қойлық мұны да жеңді ме, әйтеуір қапаста қапаланып, жалынарға жан таба алмай отырған Ақбілектің көзі еріксіз қара мұрттыға түсті. Қара мұрт Ақбілектің жан жарасын әлде көзінен оқып білді ме, әлде басқа бір сезім кернеді ме, кім білсін. Жирен орыс сүйем деп тағы кезенді. Ақбілек сырт беріп тыжыранды, ашуланған адамша анаған ажырая қарады, бірдеме деп шорт кесті. Жирен орыс та қыңбады, ежірейіп басын сілкіп бірдеме деп тастады. Бірақ енді қайта сүйге қызға ұмтылмады. Өзгелер үндемей шылымдарын тартып болып, тысқа шығып кеткенде қара мұрт Ақбілекке жылы қарап, бір күрсінді де жирен орысқа әлгілдей емес жайраңдап сөйлей бастады. Алғашқы кезде нәресте шақырғандай алақанын қармай, мойнын бұлғай, кезін тұнжырата, ернін шошайта сөйлеп, жирен орыс басын шайқап болмаған соң, иығын қысып, көзін тікірейте, ернін кезерте, ызбарлана сөйледі. Арс-арс еткен иттерше бірін-бірі қауып алғандай болды. Келте-келте жауаптасып, жұдырықтарын білесіп, қара мұрт өңі сұрланып шығып кетті. Ол кеткен соң жирен орыс та құшырланып, күңкілдеп, боқтаған іспетті болды да тысқа шықты. Өзге қостар да тұрса керек, далада шүлдірлеген сөздер молайып шыңылдай бастады. Кейбір орыстар Ақбілек отырған қосқа келіп, кізімка деп мойындарын қисайта, шағыр-шегір көздерінен тесіп жібергендей Ақбілекке үңіле қарасып, ыржиысып, бірдеме десіп кетіп қалды. Ақбілек олардың бетіне тура қарай алмады. Кіріп келгенде ғана немесе түрткенде ғана көзінің құйрығы түсті. Аздан соң шелекке қайнатқан суды орталарына қойып, темір тостағандарын батырып, кепкен нандарымен қытырлатып шай ішісті. Шай ішіп отырып, мылжыңдап кеп сөйлесті. Алдына ас қойған соң, орыс ит мылжыңдайды да отырады деген әкелерінің сөзі Ақбілектің есіне түсті. Жирен орыс манағыдай емес, Ақбілекке өліп өшкенін қойып, бетінен түгі шығып, әкесі өлгендей бас терісі аузына түсіп кетіпті. Қасындағы біреуі Ақбілекке қаңылтыр тостаған мен шай ұсынып еді, алмады. Әлгі айтысқан, жанжалдасқан қара мұрт орыс қайтып көрінбеді. Шайларын ішіп, шылымдарын тартысып болған соң, өзгелері тысқа шықты. Жирен орыс беліндегі алты аттарын алып, құлағын қайырып, бірдемесін басып, бұрап, шыртылдатып, айналдыра бастағанда, Ақбілек өзімді атып тастар ма екен деп, жүрегі сескенейін деді. Жан шіркін көзге тағы бір елестеп өтті. Бірақ атқан жоқ, мылтығын қайтадан қабына салып қойды. Сөйткенше болмады. Киімдері сымдай, белдерін қылмита буынған, қылыштарын асынған екі орыс сып етіп кіріп келді.
қақиып тұра қалып, жирен орысқа келте-келте бірдеме айтты. Жирен орыс бір-ақ ауыз жауап қайырды да үн-түн жоқ киіне бастады. Киінді де Ақбілекті қолынан тартып тұрғызып, қостан алып шықты. Ақбілек енді бірдеме қылады екен деп жүрегі дүрсілдеп барады. Шықса көп орыс қос маңында топ-топ сөйлесіп тұр. Қызды алып бұлар шыққанын көріп, өзгелер де қозғалып, лек-лек болып тал жаққа қарай аяңдады. Енді ажалым жетті ғой деп Ақбілекте зәре жоқ. Бәрі жиылып атып, қалай өлгенімді тамаша қылғалы жүрме? Әлде бұлардың басқа заңы бар ма? Басқа бірдеңе істегелі жүрме? Япыр-ай, мынаның бәрі жабылып, нетсе не жаным қалады? Көп орыс талға таянған соң қата тұра қалды. Үш орыс шығып, анадай жазаңқайға барып тұрысқан кезде жирен орыс Ақбілекті бауырына қысып, аузынан құшырлана үш сүйіп, қасына екі орысты ертіп, анау үш орысқа таман барды. Алтау болды. Алтаудың бір тобы қарап бірдеңе айтты. Топтан қысқа ғана жауап естілді. Әлгі өзінің жирен орысы манағы қара мұрт бір-біріне таянып бірдеңе десті де аяқтарына қарай басып, екеуі екі жаққа қарай жөнелді. Сүзісетін қошқарларша екеуі біріне-бірі қарама-қарсы тұра қалды. Сол кезде қалған төрт орыс кейін шегініп, біреу қолын көтеріп, раз, два, три деп қалу ақмың екен, алты атарларын қолына ұстасып тұрған екі қошқар басып-басып жіберді. Түтін бұрқ ете түсті. Орыстар тұра ұмтылды. Ақбілек енді не болар екен деп ар жағында тұрғанда мына жағынан қара мұрт орыс жүгіріп келіп құшақтай алды. Жирен орысты көп солдат алып кетті. Ақбілекті белінен құшақтап, сүйемелеп, қара мұрт қосқа әкелді. Өзіне таласып екі орыс бірін-бірі өлтірген Ақбілек сонда білді. Бірақ төбелесіп өлтіріспей, алыстан атып өлтіріскеніне түсіне алмады. Қара мұрт шығып кетіп еді, бір уақытта қалпағын шекесіне салған сеңсең бас Теке көз бұжыр сарын алып келді. Теке көз келе Ақбілекке аман қарындасым деп қолын ұсынды. Қазақша сөйлегені құлағына жылы тиіп, қолын ұсына түсті де қайта тартып алды. Жеп қоятындай сүйзе қарады. Теке көз қазақша білетін тілмәш екен. Ақбілекпен сөйлесуге шақырып әкепті. Мына төре сені жақсы көрген. Бұл өзі үлкен төре, қорықпайтын кісі. Сені көргенде мына жері шыдамаған. Анау жігіттен сені маған бер деп сұраған. Ол бермеген. Ол кішкене төре ғой. Екеуі дауласқан, шатақ шыққан. Содан дуэлге шығып атысқан. Өзің көрдің ғой, бұл сен үшін өлем деген. Сонда да шыдаған. Сен бұрын орысты жақсы көрмеген, далада қазақтың қызысың. Сен қорықпа, саған ешкім тимейді. Мына төре сені ешкімге бермейді. Бұл сені қатын қылады. Өзге төрелер сені бәріміз қатын қыламыз деп еді. Бұл кісі оған болмады. Ол жарамайды. Онда бәріміз хайуан боламыз деді. Бұл көп білетін ақылды жігіт. Бұл да өзіңдей адамның баласы. Құдай біреу, жан біреу. Сен бұдан қорықпа. Жақсы көр. Бұл кісі сені жақсы көреді. Сені күтеді. Саған тамақ, киім әпереді. Саған жұмыс қылдырмайды. Қазақтікі қатын немене? Малай ғой. Байы ұрады, соғады, жұмыс қылдырады. Бәрі кір болып, жаман болып жүреді. Біздікі орыс законы жақсы. Қатынды ұрмайды. Бұлай ұстап жүреді. Театрға апарады, гуляйт қылады деп Ақбілекті үйір қылам деп Теке көз де көп сөйледі. Ақбілек көнетоз жасыл шапанын көзіне түсіре бүркеніп, беті бәкіше бүктетіліп, бас аяғы кірпіші жиырылып, құнысып, жасы мөлдіреген, қара көзін жыпырлақтап, қара мұртқа анда-санда көз құйрығын бір жіберіп, таңдана үрейлене тыңдады. Орыс сөйлеп тұр. Оның көп сөзі миына қонбады. Үлкен төре деп мақтайды. Төре болса қайтсын, мұның іздегені орыстың төресі ме еді? Киім, тамақ әпереді дейді. Соларға зар болып, осылардан сұрауға келіп отырған-ау. Шаруаны қатын істемейді дейді. Енді кім істемекші? Бекболатқа тисе, Ақбілек малай болар ма еді? Өзі де істер еді. Малшы қатын да алар еді. Бай ұрыспаса, ұрмаса, қатын қайда кетпейді? Қатын не істемекші? Мұның бірде-бірі құлағына бармады. Жалғыз Ақбілек үшін қара мұрттың жанын қиғаны рас. Ендеше жақсы көргені рас. Ендеше жақсы көргендей Ақбілек сұлу екен. Қазақ тұрсын орыстың боздақ жігіті де қызығады екен. Жанын қияды екен. Әйелге бұдан артық күн бола ма? Оның үстіне Ақбілек енді көп орыстың талқысына түспейді. Асыл қазынасын бір-ақ кісіге қияды. Қандай кісіге? Өзі үшін жанын қиған ер жігітке. Бірақ
Ойбай-ау, ер жігіт деп отырғаны аузы түкті кәпір ғой. Әлгі дәретсіз, сүндетсіз, түрегеп сиетін, шошқа етін жейтін, арақ ішетін, темекі сасыған, елді қыран жапқандай қылып, қамшы қылыш, мылтық ойнататын, мейірімсіз, шадыр мінез орыс осы емес пе? Шынымен осы орысты иіскегені ме? Шынымен ақ төсіне, арам денені ойнақтатып, ашылмаған қауынын арам пышаққа жарғызғаны ма? Соны ойлаған кезде ақ торғын маңдайынан екі тік сызық көріне қалды. Апасы есіне түседі де көзінен екі моншақ домалап кетеді. Жан апасы бұл үшін өліп кетті-ау, тым болмаса бір ауыз тіл қатуға да мұршасын келтірмеді-ау. Жан апасына мәңгілік айырылып, басы қаралы, жүзі жаралы болып отырып, не бетімен бай іздеген? Апасын өлтіріп кеткен, өзін тартып әкелген, ауылын шапқан, талаған орыстың тұқымына неғып өз еркімен көнгені? Ел қайда, бұл қайда? Әкесі не күйде? Ақбілек туралы олар не ойлап жатыр десейші? Сорлы қызымды өлтіріп тастады ма? Әлде не қылды деп әкесі жаны шыдап отыр ма екен? Күйеу келмек еді. Түндегі қуған, оққа ұшқан әлде сол емес пе екен? Тірі қалып, Құдай жазып көретін күн болса, күйеуіне не бетімен жолықпақ? Ойпырмай, мұндайда сорлы, мұндайда масқара болған қазақта әйел бар ма дейсің? Бұл қорлықты кім көрді дейсің? Осының бәріне шыдап, неғып өлмей тірі отыр. Түндегі оқ апасына тигенше бұған тимегенін қарасайшы. Алды-арты тұйық, қараңғылық не болары белгісіз. Сонда да Ақбілек тірі, Ақбілек сұлу. Ол елден асты, қазақ тұрсын, атаған орыс естіп, іздеп келіп алып қашты. Орыс біткен бұған бола қырқысты. Кім біледі, тірі болса, үмітсіз сайтан. Өз еркімнен келіп отырған жоқ. Қара күшке, тағдырға не шара? Жамандығынан мұндай болған жоқ. Ақбілекті кім жазғыра алады? Малына, жанына ие болып отырған қай қазақ бар? Азар болса, жазықсыз құрбан болып жатқан көп қорғансыздың, көп сорлының бірі шығар. Ойдан ой қуып, басы даң боп, шапанның етегіндегі май тамғанына қадала қарап отырғанда, тым-тырыс күте қалған қара мұрттың ыстық қолы қолына келіп тиді. Ақбілек қабағын ауыр бір қағып, менде не ерік бар дегендей, терең қасіретпен оның бетіне қарады. Қара мұрт тілмәшіне иек қағып шығарып жіберді де, Ақбілектің қолын ептеп өзіне таман тартып, ерніне апарды. Ақбілек қасарысқан жоқ.